Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қарапайым деңгей 40-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы ауа райы. Грамматикалық тақырыбы қандай сұрау есімдігі нақ осы шақ. Грамматика. Ережемен танысыңыз. Сұрау есімдіктері заттар мен құбылыстардың атын, санын, сапасын, мекенін, мезгілін, амалын білу мақсатында айтылатын сөздер. Сұрау есімдіктеріне қандай деген сұрағы жатады. Мысалы, оның көйлегі қандай? Нақ осы шақ іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәтте орындалып жатқанын білдіреді. Нақ осы шақтың жай түрі тұр, жүр, отыр, жатыр қалып етістіктерінің жүктелуі арқылы жасалады. Мысалы, тұр, мен тұрмын, сен тұрсың, сіз тұрсыз, ол тұр. Сұрау есімдіктерін қолдана отырып 5 сөйлем құрыңыз. Мысалы, Айша қашан үйге келеді? Нақ осы шақ жасап тұрған етістіктерге тиісті қосымша жалғаңыз. Мысалы, мен қазір кеңседе тұрмын. Жаңа сөздермен танысыңыз. Боран, бұршақ, көктайғақ, самал жел, оңтүстік, шығыс. Қатты жел, жер сілкінісі, солтүстік, батыс, ылғал, найзағай. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрыңыз. Мысалы, Алматыда үлкен бұршақ жауды. Берілген сілтемеге кіріп, сабақты толық орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.